салдарын қалай есептеуге анықтауға болады? Тәуелділіктің барлық түрін, нарко, алкотәуелділіктің салдарын есептеген кезде көптеген ғалымдар, зерттеушілер салдарын айтып қорқытуға тырысады. Себебі адамды басқаратын ең маңызды инстинкттердің бірі де қорқыныш дейді ғалымдар. Сондықтан да болар темекінің сыртында өкпе рагына ұшыраған адамдардың өкпесінің суреті, наркоманияға шалдыққан адамдардың өмірден түңілген жазбалары да осы саланы тәуелділіктен айырудың негізгі бір мақсаты болып табылады. Бірақ та кейбір зерттеулер дәл лудоманияға келген кезде лудоманияға шалдыққан адамдардың өмір жолы, тәжірибесі өзге адамдарға лудоман болмауға әсер етпейді дейді. Яғни лудоманиялықтар оның салдарын сандық, сапалық есептеу қиын екендігін және ол көп жағдайда жеке тұлғалық факторларға тиісті екендігін көрсетеді. Лудоманияның салдарын позитивті болуы мүмкін бе? Әлбетте жоқ. Себебі ол құмарлықтың бір түрі болғандықтан, адамдың психологиялық, физиологиялық, әлеуметтік, қаржылық өмір салаларына негативті түрде әсер еткендіктен, оның салдарын қоғам есептеу керек. Соңғы зерттеулерге сүйенсек, Қазақстан Республикасының үкіметі Қазақстан Республикасындағы отбасыларының ажырасуының негізгі екінші себебі ретінде лудоманияны көрсеткен екен. Бірінші себебі наркомания, алкоголизм, екінші себебі лудомания дейді. Бірақ та қазақ отбасыларының ажырасу себептерінің ішінде лудоманияны көрсетуге ұялған немесе лудоманияны мәселе деп көрмейтін отбасыларда болуы мүмкін. Бірақ та ол отбасының ажырасуының себебінің бірден бірі лудомания болуын өзі оның Қазақстан Республикасының әлеуметтік саласына қаншалықты зардап әкелгендігін көруге болады. Кез келген мемлекеттің құрылымының басқару саласында отбасының алатын орны ерекше. Аристотель айтқандай, мемлекет ол үлкен отбасы, отбасы ол кішкентай мемлекет. Себебі отбасыда болған мәселе, отбасыда шешілмеген түйткілді мәселе мемлекеттің де алдынан шығатын сөзсіз. Себебі осыдан бірнеше жыл бұрын отбасылар өзінің ажырасу себебі ретінде жолдастарының бірін маскүнемдікке, ойын құмарлыққа салыну ретінде көрсетпеген жағдайда бұл мәселені жасыру болып табылады. Себебі Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ажырасу себептерін көрсету ажырасудың санын азайтудың бірден бір стратегиясы болып табылады. Егер біз себебін білсек, оның алдын алу да оңай. Лудоманияның себебін білу мүмкін бе? Қазақстандық жастар неліктен лудоманияға келеді? Себебін білу мүмкін бе? Оған байланысты бізде лудомандармен жүргізілген зерттеу жоқ. Яғни біз мына зерттеудің нәтижесіне сәйкес қазақстандық лудомандардың ойынға келуінің басты себебі бос уақыттың көптігі, жаңа адреналин, дофамин сезімдерін, гормондарын бастан өткеріп көру, немесе қаражат табу мүмкіндігі, немесе жай ғана ломбард пен казинолардың әр аялдамада таяқ тастам жерде болуы деп айтуы да мүмкін. Бірақ та бұндай зерттеу жүргізбестен біз тек қана болжай аламыз. Және лудоманияның салдары ретінде ол адамның ең қымбат қазынасы, адамның өмірінің ерте мерзімнен бұрын тоқтауына, суицидке, өзге біреуді өлтіруіне, қылмыс жасауына әкелген жағдайда ол ең үлкен зардап болып табылады. Лудоманияның зардаптарының ішінен, салдарының ішінен есептелінетіні мемлекет көп жағдайда қаржылай есептеуге тырысады. Мемлекеттің шығыны немесе кез келген адамның минимум 10 миллион шығыны бар, қарызы бар. Бірақ та адам құқығы тұрғысынан, адам құқығы теориясы, гуманизм тұрғысынан біз кез келген адамның артынан оның материалдық пайдасын емес, оның адами қасиетін, оның жан дүниесін, оның болмысын аса назарға алуымыз керек дейді ғалымдар. Яғни гуманистік көзқарас арқылы сіз адамның өмірін сандық, ақшамен, уақытпен есептемейсіз. Сіз сол адамның арманы мен өмірлік мақсатымен ғана есептейсіз. Бұндай көзқарас көп жағдайда дамыған мемлекеттерге тән. Дамушы мемлекеттер немесе қылмыстық криминогендік жағдай өте жоғары мемлекеттерде адамның өмірі, адамның арманы мен мақсатымен емес, адамның жалақысымен, отбасындағы бала санымен есептелінеді. Өкінішке қарай. Лудоманияны есептеген кезде Қазақстан Республикасында ол 25 пен 30 жас аралығында болғандықтан, ол жастардың немесе ересек азаматтардың лудоманияға ұшырамайды деген сөз емес. Және сізде сұрақ туындауы мүмкін, мен өз-өзімді лудоманиядан сақтандыра аламын ба? Сақтандыру мүмкін бе?
Әлбетте мүмкін. Егер сіз өткен біз видеода айтқан дүниелер бойынша профилактиканы, интернет гигиенасын, кибер қауіпсіздікті білген жағдайда. Бірақ та сіз оның барлығынан кеш қалып, өзіңізде лудомания бар екенін мойындағаннан кейін оның салдары кімге тиеді? Бірінші кезекте ол адамның өзіне, яғни өмір сапасының төмендеуіне, менталды денсаулығының күйзеліске ұшырауына. Және кейбір зерттеулер айтқандай, азарттық ойындарға, құмар ойындарға бейім адамдардың өмір сүру ұзақтығы да азаяды екен. Неліктен? Себебі олар стресске, депрессияға, апатияға бейім болады, түнгі ұйқылары дұрыс болмайды, түнде ұйқыларын ол 4 бөліп оянып, өзінің қарызы жайлы ойлануы мүмкін, ода депрессия болуы мүмкін. Қазақтар айтпақшы, түнде ұйқыдан, күндіз күлкіден айырылатын күйге түсуі мүмкін. Ол ең қарапайым салдары. Екінші салдары ол мемлекетке әкелетін салдары. Себебі мемлекеттің бұдан көретін зияны ол өзінің ересек азаматтарын жұмыс жасайтын экономикалық белсенді халықтың қаржы көзі ретінде, салық төлеуші ретінде емес, ойын бизнесінің құрбаны ретінде, болашақта санаторийда, амбулаторияда жататын азамат ретінде көруде мемлекетке шығын. Себебі мемлекет үшін адами капиталды, сапалы азаматтар мен экономикалық белсенді қабілетті адамдарды тәрбиелеу, қалыптастыру мемлекеттің негізгі функцияларының бірі. Себебі қазіргі таңда кез келген мемлекеттің байлығы оның мұнайының, газының көптігімен емес, адамдарының өмір сүру сапасымен, ол халықтың білім деңгейімен, ол халықтың өмір сүру ұзақтығымен есептелінеді. Дәл осы көрсеткіштерге, Қазақстанның осы көрсеткіштеріне лудомания қалай әсер етіп отыр? Ер азаматтардың өмір сүру ұзақтығын 75 жасқа дейін арттыру мемлекеттің жоспары. 25 жылға дейін қазақ ер азаматтарының орташа өмір сүру ұзақтығы 75-ге дейін артылуы керек. Бірақ лудомания бұған теріс әсер етуі мүмкін. Себебі ер азаматтардың, ересек азаматтардың суицидке бару себептерінің бірі де лудомания болып табылады. Яғни Қазақстан соғыссыз, табиғи апатсыз өз азаматтарынан айырылып қалған жағдайда ол көзге көрінбейтін, білінбейтін жау, көзге көрінбейтін, білінбейтін жаумен біз қалай күресеміз? Яғни лудоманияның қауіптілігі де осында. Мемлекет онымен қалай күресу әдістерін білу үшін бірінші кезекте лудомания құрбандарын зерттеу керек. Олармен ұзақ мерзімді кешенді түрде жұмыс жасау керек. Ол үшін лудомандар ең бірінші кезекте стационарлы немесе өзге де мемлекеттік көмекке жүгіну керек. Бізде жасырын лудомандар өте көп. Себебі олар ашылып айту үшін, мойындау үшін, оның қоғамы, ортасы, әріптестері оны сынайды, немесе оны мазақтайды, оны келеке етеді, немесе оны өзге де наркомандар мен ішімдікке тәуелді адамдарға танылатын hate speech, яғни тілге келтіру, оларды кемсіту тіліне ұшырайды деген қорқыныш та бар. Себебі лейблизм деген ұғым бойынша сіз кез келген адамды наркотропты зат қолданған үшін наркоман деп атау, ішімдік ішкен адамды алкогольді тәуелді бар деп атау, аптасына 2 мәрте 2 сағаттан казиноға баратын адамды лудоман деп атау, ол қаншалықты зиян. Яғни салдар ретінде біз қоғам мүшелерінің жалпы лудоманияны емдеуге болмайтын қорқынышты дерт емес, кез келген адам сақтандырылмаған, басынан өткізуі мүмкін және 46-48% жағдайда ықтималдығы жоғары әлеуметтік психологиялық мәселе ретінде мойындасақ қана бұл мәселені шешуге болады. Криминогендік жағдайға келетін болсақ, көп жағдайда лудомандардың қылмысқа баруының себебі қаржылық қажеттілік. Қаржылық қажеттіліктен олар баратын ең жиі кездесетін құқық бұзушылық ол ұрлау. Соның өзінде де олар ұрлықты өзінің отбасы мүшелерінен ұрлайды екен. Яғни ірі қылмыстарға, адам өлтіру қылмыстарына тікелей лудоманияның байланысы бар деп көрсететін зерттеулер аз, және ондай зерттеулер болашақта жасалуы да мүмкін. Яғни кез келген қылмыстың мотиві ретінде ол адамның онлайн ойындарға деген тәуелділігі оның өмірінде қандай шешім шығаруына әсер етті? Ажырасуына ма, ата-ана құқығынан айырылуына ма, жұмыстан айырылуына ма, әлде қылмыс жасауына ма? Дәл осындай сұрақтарды лудоманияны зерттейтін психологтар жүргізеді. Ол үшін лудомания саласындағы адамдардың тәжірибесімен бөлісуі өте маңызды. Қазақстан Республикасы лудоманиямен ауыратын немесе лудоманиясы тағайындалған азаматтарға көзқарасы қандай? Оларға оны қаржылық тәуелділігі бар азамат ретінде қаржысын өтеуге көмектессе, лудоманияны алу мүмкін бе? Немесе оның қаражатын мемлекет кешірген жағдайда не болады?
немесе дәл лудомандық кредит өтемақысы бар азаматтың қаржысын өтеуге кім көмектесу керек дегенге сұрақтар көтерілді. Бірақ та дәл осы тұста ол азаматтан қаржылық қиындық жағдайға түсуі және сол қаржылық қиындық жағдайынан өзі шығу керектігі де айтылады. Себебі қаржылық қиындықтар ол уақытша. Ал сіздің осы өміріңіз сіз кесуге болатын уақытша ғана кезең емес. Ол сізге берілген уақыт болғандықтан лудоманиямен күресте мемлекет бірнеше қаражат жұмсап отыр. Қазақстан Республикасы болсын, Монако, Франция сияқты, Қытай, Ресей сияқты ойын бизнесі кең тараған салалар көп жағдайда ақшаны онлайн бизнеске, лицензия алуға, салық төлеумен ғана есептейді. Бірақ та лудоманиямен күреске мемлекет қандай қаражат бөліп жатыр? Бәлкім лудоманиямен күрес орталықтарына шығынды онлайн компаниялардан, онлайн казино иелерінен де өндіріп алу керек шығар. Ол сізге әлеуметтік тұрғыдан әділетті болып көріне ме? Себебі бизнестің жауапкершілігі деген ұғым бар. Егер онлайн сала бизнес болып табылса, неге ол өзінің жауапкершілігі ретінде өзінің онлайн бизнесінің нәтижесінде лудоманияға ұшыраған адамдарды емдеуге ақшасын жұмсамасқа? Осындай ұсынысты әлем саясаткерлері айтып жатыр. Яғни өзі дертке шалдықтырған адамды бизнес өзі емдеп алсын деген. Қалай ойлайсыз? Бұл қаншалықты мемлекет тарапынан альтруистік немесе эгоистік көзқарас? Және бизнес бұндай жауапкершілікті өзіне алады ма? Немесе алкогольді сататын компаниялар алкогольдік ішімдікке ұшыраған адамды емдеуге қаржылық шығынын мойнына ала ма? Бұл қаншалықты дұрыс? Бұл мәселені саясаткерлер көтерген кезде мемлекеттің салдарынан өзінің жауапкершілігінен қашу болып табылады. Себебі Қазақстан Республикасының азаматтарының денсаулығы ол сіздің ғана байлық емес, ол сіздің мемлекетіңіз, сіз салық төлейтін мемлекетіңіз, сіздің паспортыңыздың бірінші бетінде атауы жазылып тұрған мемлекет, сіздің денсаулығыңызды сақтауға, сіздің денсаулығыңызға төнетін қауіптің алдын алуға, және сіз сол қауіпке алдын алу шараларына қарамастан шалдыққан жағдайда сізді емдеуге міндетті. Мемлекеттің міндеті сіздің денсаулығыңызды жақсарту. Яғни мемлекеттің міндеті сіздің осындай тәуелділікке әкелмеу еді. Тәуелділікке әкелмеудің ең тиімді жолы онлайн казино жарнамаларына тыйым салу дейді кейбір зерттеулер. Бірақ та жарнамасыз-ақ онлайн казиноны ашылған кезде пуш хабарламалар арқылы немесе сіз бос уақытыңызды казинода өткізу арқылы табуыңыз мүмкін. Бірақ та тікелей жарнамаларды азайтуда лудоманияның салдарын азайтады деген ұсыныстар бар. Бірақ та менің жеке пікірім бойынша жарнаманың мәтіні біз дәл қазір тыйым салғанымен де ол басқа салада жарнама ретінде емес, жанама түрде сізге ұсынылған ақпарат ретінде айтылуы мүмкін. Тіптен болашақта онлайн казино ойындарын ұлттық спорт ойындарымен тең қойып, киберспорт ретінде легализациялайық, заңдастырайық деген ұсыныс та пайда болуы мүмкін. Себебі біз тарихтан алған сабақ бойынша бұндай ұсыныстарды білеміз. Киберспортты спорт деп есептемейтін, шахматты спорт деп есептемейтін, театрды кинематографиядан төмен деп есептейтін дәл осындай пікір ғасырлық тарихи мысалынан білеміз. Бірақ та онлайн казино ойындарының болашақта қандай да бір мемлекеттің Лас-Вегас штатының, Монаконың ұлттық спортына айналып кетпесіне, Олимпиада ойындарына спорт ретінде қосылмасына кім кепіл? Және қосылуы мүмкін бе деген сұрақты мен сізге қойғым келеді. Себебі спорт пен онлайн казиноның басты айырмашылығы не? Спорттың басты мақсаты өзіңіздің қабілетіңізді көрсету арқылы жетістікке жету болса, онлайн казиноның айырмашылығы неде? Сіздің онлайн қабілетіңіз, сіздің клавиатурада ойнау қабілетіңіз, сіздің көзіңіздің жылдамдығы, сіздің реакцияңыз, сіздің кез келген спорт ойындағы ерекше қабілеттеріңізді мемлекет болашақта өз игілігіне пайдалануы мүмкін бе? Яғни киберсаладағы немесе кибертәуелділік пен лудоманиядағы біз болашақта айтуымыз керек, ой салуымыз керек, талқылауымыз керек мәселелер өте көп. Себебі онлайн бизнес, көңіл көтеру саласы тек қана заңды тыйым салумен, сайтты бұғаттаумен, VPN-ді Қазақстанда ашқызбай тастаумен шешілмейді. Лудомания халықаралық психиатриялық сырқаттардың тізімінде болғандықтан, оны тек қана тәуелділік деп емес, емдеуге болатын, емдеу алгоритмі бар, шаралары бар, мемлекет тарапынан қолдау көретін психологиялық, психиатриялық тәуелділік болғандықтан, одан арылу әбден мүмкін. Лудоманиядан
негізінен арылудың басты себептерінің бірі сіз өзіңіздің бастапқы онлайн казиноға дейінгі, онлайн құмар ойынға дейінгі өмір сапаңыздың деңгейіңізге қайта оралуыңыз керек. Себебі кез келген тәуелділіктің түрі сіздің өмірдің басқа саласын құнсыздандыру арқылы сіз және сіздің ұялы телефоныңыз, сіз және казино арасында ғана қалыптасып қалған жасанды өмірдің шегін бұзуға және оларға әлеуметтану бойынша сіздің өміріңізге жалпы қызықтың, ләззат алудың, жеңіс пен жеңілістің сезімдерін, ұтылыстың, эйфорияның, адреналин мен дофаминнің алудың басқа да қайнар көздері бар екендігін дәлелдеуге тырысады. Лудоманиямен күрес тек сіздің емес, мемлекеттің, тіптен интернетке қол жетімді әлемнің дәл қазір көппен бірге күресіп отырған әлеуметтік мәселесі. Кез келген мәселенің диагнозы анықталған жағдайда, симптомы бар болған жағдайда, онымен күресуге болады. Бірақ та күресу үшін ең қиыны мойындау керек. Егер сіз өзіңізде лудомания емес, тек қана ойнау, тек қана көңіл көтеру деп есептесеңіз, әлбетте интернеттегі менде лудомания бар ма деген 20 сұрақтан тұратын тесттен өтіп көруге кеңес беремін. Себебі 20 сұрақтың 5-еуіне сіз иә деп жауап берген кезде сіздің лудомания ұшырау ықтималдығыңыз жоғары. Бірге күресіп, бірге жеңуге болады. Біз еңсермейтін тау, жеңбейтін сырқат қалмасын.